Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Менің атым Дидар Қапанқызы. Я веду канал для изучения казахского языка. Это 20-й урок. Тема урока – вақыт, сағат нешеде. Цель урока – учимся задавать и отвечать на вопросы сағат неше, который час, и сағат нешеде, во сколько. В начале урока повторим пройденные фразы. Я говорю фразы, вы постарайтесь понять, о чем я говорю, и попробуйте на них ответить. Если готовы, начинаем. Вақытыңыз бар ма? Вақытыңыз бар ма? Сіз қайда тұрасыз? Сіз қайда тұрасыз? Сіз қайда жұмыс істейсіз? Сіз қайда жұмыс істейсіз? Сіз кешке не істейсіз? Сіз кешке не істейсіз? Сіз қайда демаласыз? Сіз қайда демаласыз? Сіз не ойнайсыз? Сіз не ойнайсыз? Сіз қай тілде сөйлейсіз? Сіз қай тілде сөйлейсіз? Суретте қанша адам бар? Суретте қанша адам бар? Как получилось? Прослушайте и повторяйте эти фразы, пока не запомните их. Переходим к основной теме. Мы учимся задавать вопрос «Сағат неше?» или «Сағат неше болды?» и отвечать на них. Важно знать, если вы скажете «Неше сағат», тогда получится в течение какого времени. Поэтому запомните это. Итак, сағат неше? Отвечаем. Сағат бір. Сағат бір. Сағат екі. Сағат екі. Сағат бес. Сағат бес. Это разговорный стиль. В официальном стиле будет сағат 13:00. Сағат 13:00. Сағат 14:00. Сағат 14:00. Сағат 17:00. Сағат 17:00. Сағат неше? Бірден 10 минут кетті. Бірден 10 минут кетті. Үштен 25 минут кетті. Үштен 25 минут кетті. Төрт жарым. Төрт жарым. Екіге 5 минут қалды. Екіге 5 минут қалды. Жетіге 20 минут қалды. Жетіге 20 минут қалды. Тоғызға 15 минут қалды. Тоғызға 15 минут қалды. Обратите внимание на слова кетті, қалды. Они образуются от глаголов кету, қалу. В данном случае они означают кетті, ушло. Например, 10 минут ушло. Қалды, осталось. 10 минут осталось. То есть без 10. Запомните эти слова. Дальше. 13 сағат 10 минут. 13 сағат 10 минут. 15 сағат 25 минут. 15 сағат 25 минут.
16 сағат 30 минут. 16 сағат 30 минут. 16:30. 16:30. 13 сағат 55 минут. 13 сағат 55 минут. 19 сағат 20 минут. 19 сағат 20 минут. 21 сағат 15 минут. 21 сағат 15 минут. А теперь отвечаем на вопрос нешеде. Сағат нешеде? Во сколько? Мы отвечали на вопросы қашан. Например, таңда, утром. Қашан? Түнде, ночью. Также отвечаем, когда задаем вопрос сағат нешеде. То есть добавляем окончание местного падежа. Да, де, та, те. Например, сағат онда. Сағат онда. 10 часов. Сағат 11:20. Сағат 11:20. Или же 11 сағат 20 минутта. 11 сағат 20 минутта. В 11:20. В 11:20. Так, дальше. Бірден 10 минут кеткенде. Бірден 10 минут кеткенде. Үштен 25 минут кеткенде. Үштен 25 минут кеткенде. 4:30. 4:30. 2-ге 5 минут қалғанда. 2-ге 5 минут қалғанда. 7-ге 20 минут қалғанда. 7-ге 20 минут қалғанда. 9-ға 15 минут қалғанда. 9-ға 15 минут қалғанда. А теперь выполните задание самостоятельно.
Обязательно запишите переводы предложений. Озвучивайте предложения и повторяйте с интервалом. Например, сегодня вечером, завтра, через 3 дня, через неделю, чтобы хорошо запомнить. А я заканчиваю урок. Спасибо, что были с нами. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта күтемін. Сау болыңыздар.